Неше күннен бері грипп ауырады етіп білмем, қақтан жұққан грипп екен, күн ыстық, білмем, әр жерге барып бір отырайын, бір жұмыстен істеймін да 10 сағат отырамын, сонымен қоқ құрсын деп Максичай деп рекламада Максичайды ішіп алдым да әрі қарай жұмысыма кірістім, қой тұрайын деп үйдегі кілемдердің бәрін жинап тастағам, жууға беріп тастадым, оларды келіп алып кетті. Одан перделердің бәрін алып тастадым. Одан атыстар бөгіп жатыр екен, оның арасына атысты жуып үлгердім. Соның арасына енем звондап қонақ келеді, соны нан ашып қойғам, соның нанын да көтеріп қалыпты, бауырсағымды пісіріп келдім да әрі қарай жұмысымды істей бердім. Әйтеуір біз келіншектер ауырса жатпау керекпіз ғой, әрі қарай тірлігімізді істеуіміз керек қой деп 2 күн жатқан болар дедім де әрі қарай тірлігімді істедім. Сол не керек, бүткіл кілемдердің бөлмен кілемдерін алып тастадық қой әр жуып алайын деп, шаң болып жатыр деп. Одан қалса кеше көрпелердің бәрін шығарып, жуатындарын жуып сөйтіп алғаным ғой. Сонымен жинастырып жатыр, қой құрсын сіздерге бағып жатқанын көрсетпейін дедім. Есік жауып алып жинайын дедім. Давай пока, жинайын, ән жерді шашылып жатыр.